2021 жыл. Ескіді күді садаула, бұл жайға дәуір. Қашада келешектік салбағы жастардың иығыда артылатады адық. Осы жолда талбай еңбек жасап келе жатқан ұйым бар. Ол жас olan оқушы жастар ұйымы. Бұл ұйымдың басты мақсаты өскелек жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім мен білім, өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілік, отанға шексіз қызмет ететін жастарды тәрбиелеп шығару болып табылады. Менің есімім Әлшер. Қазіргі уақытта Сүйінбай атындағы орта мектептің белсенділерінің бірімін. Нақтырақ айтқанда ұлан басшысымын. Бос уақытымда спортпен айналысқанды қатты ұнатамын. Ал бұл балауса біздің ұйымдағы көтеріңкі көңіл күйдің иесі. Болашақта өзін аудармашы полиглот ретінде елестетеді. Я болмаса мұғалім боламын дейді. Балнұр ақылды, тапқыр, көңілді, жауапкершілікті топ мүшесі. Әлеуметтік желілерге суретін ешбір фильтрсіз салғанды дұрыс деп санайды. Себебі шынайылық оның басты ұстанымдарының бірі. Бос уақытының басым бөлігін кітап оқу мен сурет салуға жұмсайтын Айзара келешекте өзін әділет сақшысы, заң өкілі болатындығы жайында түбегейлі шешім қабылдап қойған. Оның ұстанымы тәртіп болмай, артық болмайды. Уақыттың ең кіші өлшем бірлігі секунд болса, онда соның әрбірін жаңашылдыққа жұмсауға тырыс. Стереотиптерді бұзатын уақыт келді. Біз енді әрбір іске креативпен қарауымыз қажет. Жаңашылдық пен өнертапқыштықтың жарысы ол мұна біздер жастар. Ендеше күрделі өзгеріске дайын болыңыздар.